Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен әдеттегідей Азиза каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі ас немесе түскі асқа арналған идеялардың бірі осындай кереметтей тағамдарды махаббатпен ұсынбақпын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, бағаларыңызды беріп, сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан да соңына дейін қараңыздар. Бұл жерде 4 тағам, ыстық тағамға дымляма, және де салатқа қызылша салаты, және де пирог, ол шарлотка пирогы, және де тіске басар, қиярдан тіске басар. Өте оңай және де жеңіл тағамдар, сондықтан да жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де бұлардың барлығын жасауға 1 сағаттай уақытым ғана кетті. 1 сағаттың ішінде 4 тағамды жасадым. Сіздерде сондықтан да жасап көріңіздер. Ең алдымен дымляманы жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай үлкен, яғни ірі-ірі қылып турап алатын боламыз барлығын. Енді қызып тұрған қазанымызға 5 ас қасық сұйық майымызды құйып, оның үстіне ірілеп туралған етімізді саламыз. Оны жақсылап бір қуырып аламыз да, сәл қуырамыз, көп қуыруға болмайды. Содан соң оның үстіне пиязымызды саламыз. Енді мына жерде мен тұз, бұрыш және де дәмдеуіштерімізді осылай араластырып аламыз. Әрине өзіңізге ұнағандарын осылай кішкене саламыз. Барлығын бірден салып жүрмейміз, оны бөліп саламыз. Содан кейін мына жерде сәбізден кейін мына жерде картопты саламыз. Осылай араларына кішкене жаңағы дәмдеуішімізді, яғни тұз араласқан дәмдеуіштерімізді араларына салып шығатын боламыз. Енді мына жерде болгар бұрыштары, қызыл және сары түстері, тағы да оны тұздап дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Содан кейін оның үстіне қызанақтарымызды салатын боламыз. Ешқандай да су құймаймыз. Бұл өзінің көкөністердің суына пісіп шығатын болады. Енді мына жерде 40 қабат, яғни капусталарымызды саламыз. Содан соң тағы да тұз қосылған дәмдеуіштерімізді қосып шығатын боламыз. Ең бетіне соңында 40 қабатымыздың осылай сыртқы қабаттарын осылай бетіне салып, бетін жауып, 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте біздің шарлотка пирогымыз, 5 жұмыртқамызға қантымыз салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң сары майымызды қосып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді мына жерде алдын ала електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды біртіндеп, яғни 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып, жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Енді алған алмаларымызды, кішкене сақтап тұрған алмаларымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осылай араластырып аламыз, оны осылай формамызға саламыз, және де оның бетіне, әсемдік ретіне мен тағы да бір алманы осылай бөліп шықтым. Ол жай ғана әсемдік ретінде, қоспай қойсаңыздар да болады. Осылай бетіне қойып шығатын боламын. Осылай бетіне қойып шығамыз да, оны қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Әрине сіздердің пештеріңізге байланысты. Енді мына жерде қызылша салатымызды жасайтын боламыз. Ол үшін пісіп тұрған қызылшамызды үккіштің үлкен көзінен өткізіп алатын боламыз. Және де алмамызды алып, артық керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Оны да үккіштен өткізіп алатын боламыз. Енді оны қызылшамызға қосып, мына жерде кукурузымызды саламыз, суын төгіп тастаймыз. Енді оның үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Сонымен салатымыз дайын. Енді келесі кезекте қиярдан тіске басарымызды жасайтын боламыз. Ол үшін қиярымызды алып, керек емес жерлерін алып тастаймыз да, осылай видеодағыдай жұқа етіп кесіп шығатын боламыз. Мінекей осылай жұп-жұқа етіп кесіп алатын боламыз. Енді мына жерде пісіп тұрған жұмыртқа, оны үккіштің кіші көзінде өткізіп алатын боламыз. Осылай өткізіп алдық. Енді оның үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді жаңағы қиярымызды алып, оның үстіне жаңағы жұмыртқадан жасаған майонезбен оны осының ішіне салып, осылай орайтын боламыз.
Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Бұл қиярдан тіске басар, яғни қиярдан ролл өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын орап шығатын боламыз. Енді оның бетіне әсемдік ретінде мен мына жерде оливканы қоятын боламын. Оны түс шұқығышқа, зубочисткаға салып, осылай қадап бетіне қойып шығатын боламын. Сонымен біздің 1 сағатта жасалатын тағамдарымыз дайын болды. Мына жерде шайға шарлотка пирогы, және де тіске басар қиярдан ролл, және де ыстық тағам дымляма, яғни өзбек тағамы өте керемет болып шығады. Және де соңғысы қызылша салаты, яғни қаны аздарға таптырмас керемет салат, иммунитетті де көтереді. Ал сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.